Соңғы күндері қарашаның қара суы хабар беріп, синоптиктер жаңбыр жауады деп хабарлап жатқанымен, ескерткіштің ашылуына күн шайдай ашылып шуағын төгіп тұрды. Күн арқан бойы көтеріле көпшілік бүгінгі тарихи сәттің куәсі болуға ағылып келіп жатты. Сонау сыр бойынан, арқа төрінде орналасқан Астанадан, Алатаудың баурайындағы Алматыдан, Абай ауылы Семейден, басқа да облыстардан Жетісуға арнайы келген ағайын бір-бірімен қауышып құтты болсын айтысып жатты. 30 жыл бойы дәйекті деректерді тырнақтап жинап, бабалар рухын тарих тереңінен іздеп тауып, жарыққа шығарған жазушы Ораз Исмаилов та осы жерден табылды. Осыдан 12 жыл бұрын үш бабаның басын қосып, бір ескерткіш тұрғызамыз деп ниет етіліп, осы жерге тас қойылып еді. Көптің тілеуі бүгін қабыл болды. Егістің жүзеге асуына облыс әкімі Серік Әбікенұлы ұйытқы болып, ағайын қолдап, Наурызбай Қылышбаев бастаған азаматтар жүзеге асырды. Ескерткіштің лентасын облыс әкімі Сергімбетов пен Талдықорған қаласының әкімі Сәкен Жылқайдаров қиды. Лента қиылып, әнұран айтылғаннан кейін, облыс басшысы тарихи тұлғаларымызды еске алып, ескерткіш орнатудың ел ертеңі үшін қаншалықты маңызды екендігін атап өтті. Мына бүгінгі қазақ біз әр уақыт айтамыз, бәріміз ырымшыл халықпыз. Дәл бүгінгі күннің мынау шырақтай жанып, күннің ашық күндері халықтың көңіл күйіне осы бабаларымыздың рухы деп білуіміз керек. Өз басым талай осы бабалардың басына барып жүргенде, талай жақсылықтарын көріп жүрген адамның біріммен де. Осы мынау орнатқан үш бабамыздың рухы, осы кісілердің шарапаты елімізге тисін. Ел басшымыз аман болсын. Бізге қазақ халқына жетпейтін бір зат бар. Ол Құдай біздің ауызбірлік. Қазақта мақал бар ғой, бақ дәулет қаяққа барасын дегенде, аузы бір елге ынтымағы жарасқан елге барам дейді. Әр уақытта ынтымағымыз жарасып жүрсін. Мынау қария ақсақалдарымыз, ақжаулық таналарымыз, андай бүлдіршіндей тұрған жас балаларымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Жақсылық болсын деген келеді, той қыласын. Рахмет. Ол шеті мен бұл шетіне құс қанаты талатын қазіргі кең байтақ өлкемізді, құтты қоныс атамекеніміздің бір сүйемі де осындай бабаларымыздың арқасында жаудың қолында кетпеді. Сондықтан да халық олардың аттарын аңызға айналдырған, ардақтап биікке көтерген. Қазақ ұлтының бағына, тағдырына орай әр ғасырда жаужүрек, батыр ұлдары мен қыздары көп болған. Солардың ерлігі, елдікке ұйытқы болған қасиеттері бүгінгі ұрпақтың ұлттық рухын көтеруде алар орны орасан. Біз осындай ұлы бабаларымыздың еңбегін бүгінгі жастарға көрсетіп, оларға уағыздап, не істегенін, бұл кісілер неге халықтың жүрегінде 300 жыл сақталғанын айтқанымыз, ол біздің болашақ ұрпағымызға патриоттығын, ұлтжандылығын, оның кейін өзінің ұлтына деген, тіліне, діліне деген үлкен осындай сенімділігін арттыратыны сөзсіз. Сондықтан да мына қазір бұл бабалардың өмірі, бұл кісілер туралы тарих мына оқулықтарға еніп жатыр. Ол деген сөз, біз балаларымызды кешегі тарихымыздан сусын алдырып, сол кешегі тарихты көруге көзін асып жүрміз. Соған бұл ескерткіштің рөлі үлкен. Ескелді Балпық Қабылиса бабаларымыздың ескерткіштері үш ауылда жеке-жеке тұр. Дегенмен де көзі тірісінде үзеңгілес болған, ел басына түскен ауыртпалықты иық тіресіп бірге көтерген үш тұлғаны бір жерге біріктіріп ескерткіш орнату керектігі жайында осыдан 12 жыл бұрын ұсыныс айтылса, сол уақыттан бері ой көрігінде сомдалып, соңғы бір жыл шамасында белгілі мүсінші Жеңіс Молдабековтың буынсыз қолынан сомдалып шықты. Жеті ата дейді ғой, үрім бұтақтар, былай қарап отырсаңыздар келіп тұрады бір-біріне. Тек қана ол кезде сурет болған жоқ, фотография болған жоқ. Сондықтан да қалған туған туысқандарын бәрін аралап, соған жинақ, собирательный образ дейді ғой. Әр атамыздың суретін салып, қалған ұрпақтарынан. Әрқайсының әр атамыздың образы солай шықты. Бабаларымыздың орнында бар оңалар деген сөзі бізге жетіп, дұшпандардың табанында қалған туымызды тоғырына қондырып, ұмытыла бастаған дінімізбен қайта қауышып, жабықтан сығалап жүрген тілімізді төрге шығарып жатырмыз. Осы бабаларымызды құрметтеп, бүткіл осы халық болып, бүгінгі мүсін салып жасаған осы бір үлкен мерекеге сондай бір үлкен қуанышпен келіп, бір жақсы болып, рақаттанып тұрған жайым бар. Бабалардың әруағы қолдап, осы халқымыз, ел жұртымыз, еліміз, осы барлық азаматтар аман болсын. Осын жасап жатқан облыс аудан басшылары бәріне де Алла тағала жақсылық беріп, осы бабалардың әруағы қолдап, шарапат деп Алла жақсылықпен жарылқай берсін. Әрқашанда енді аталарға келіп, бейнесіне, мына үлкен ескерткішіне басымыз дейіп, гүлімізді қойып,
балаларымызды, немерелерімізге таныстырып жүруге Құдай жазсын деген тілек айтқым келеді. Салтанатты жиыннан кейін Талдықорған қаласының жетім мейрамханасында бабалар рухына бағышталып Құран оқылып ас берілді.